Сәлеметсіздер ме? Бүгін үй жағдайында лаваш және өте дәмді котлет қосылған шаурма дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 350-400 граммдай ұн, тұз, 3 ас қасық сұйық май және 200 мл су керек. Жақсылап қамырымызды иілеп, 35-40 минутқа пакетке салып демалдырып қоямыз. 10 минуттан соң бір қайырамыз. Енді котлет дайындаймыз. Котлетке менде майлы фарш, пияз және сүтке езілген булочка, үстіне тұз және бұрыш сеуіп, жақсылап араластырамыз. Фарштан котлеттің формасын келтіреміз. Оны қызып тұрған сковородкада майда екі бетін қызартып, толық пісірмейміз, екі бетін қызартып пісіріп аламыз. Сонан соң репчатый лук, мынадай қызыл пиязды бір кесе суға 2 шай қасық 9% уксуспен жарты қасық тұз салып маринадтап қоямыз. Қамырымызды майда бөліктерге бөліп, құрғақ противеньге саламыз. Оны плитаның үстіне немесе газдың үстіне екі бетін айналдыра отырып қызартып аламыз. Әр лавашты пісірген сайын оның екі бетіне осылай кисточкамен салқын суды жақсылап жағып шығамыз. Лаваштың құрғақ жері қалмау керек, сонда жақсы жұмсаратын болады. Енді біздің қуырылған фарштарымызды, мінекей котлеттарымызды духовкаға жарты сағат 40 минутқа пісіріп аламыз. Міне біздің жұмсарған лавашымыз өте жұмсақ, орауға да ыңғайлы, жұқа. Енді шаурмамызды ораймыз. Ол үшін бізге лаваш, майонез, кетчуп, майонез бен томат қоссаңыз да, чеснок қоссаңыз да, өз еріктеріңіз. Онан кейін біздің сочный котлеттер, маринадталған пияз, помидор, көк пияз. Лавашты ораймыз және қызып тұрған сковородкада, құрғақ сковородкада екі беті хрустящий болғанша қыздырып аламыз. Шаурманың осы түрін міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болады. Ас болсын.